Сәлем достар, тамақтанудан кейін аптасына бір рет ішекті тазалап тұру өте маңызды. Ішекті тазалайтын тамаша тұнба барлық аурулар жойылады. Бұл әдіс әсіресе денені тұз шөгінділерінен тазалауда тиімді және буындарға, сүйектерге және тіпті бұлшықеттерге өте пайдалы. Тазартатын сусын дайындау үшін сізге қажет 5 грамм туралған лавр жапырағын 300 грамм қайнаған су құйып, баяу отта 10 минут қайнатасыз. Термосқа орап 4 сағат бойы тұндырыңыз. Ең нәтижелі болу үшін 3 күн қатарынан пайдалану керек. Дайындалған 300 грамм тұнбаны тәулік ішінде кішкене жұтумен ішіп тауысу керек. Дұрыс белгілі уақыт аралығында бір ас қасықтан ішеді. Мысалы, әрбір жарым сағат сайын. Содан кейін бір апталық үзіліс жасап, қайтадан қайталаңыз.